Қайырлы күн, құрметті достар. Добрый день, уважаемые друзья! Абай шығармашылығы балалар көзімен атты облыстық байқауының салтанатты түрде қорытындылау рәсімін бастаймыз. Бұл іс-шара рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткізілуде. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Байқауға Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай, Глубокое, Жарма аудандарынан, сондай-ақ Өскемен және Риддер қалаларынан 77 автордың 88 жұмысы таңдалып алынды. Конкурсные выставки детского творчества проводятся в Музее искусств регулярно. В этом году, несмотря на объективные трудности в организации конкурса и сборе работ, нам удалось собрать достойную экспозицию. В конкурсе приняли участие дети разной возрастной категории – от 8 до 16 лет. Көрме байқау Шығыс Қазақстан облыстық мәдениет, спорт, туризм және ақпарат саласындағы Қазақстандық салалық кәсіптік одағы қоғамдық бірлестігі филиалымен бірлесе отырып өткізілді. Спонсорами конкурса выступили товарищеское общество «Касцинк» во главе с директором Лазаревым Андреем Павловичем и товарищеское общество «Орел ЛТД» во главе с директором Коротиным Сергеем Викторовичем. Мы очень благодарны им за поддержку конкурса. Слово директору Восточно-Казахстанского музея искусств Уябаевой Бикаим Касымхановне. Қайырлы күн, құрметті балалар, қымбатты ата-аналар, қымбатты ұстаздар. Шығыс Қазақстан облыстық өнер музейі балалар шығармашылығының байқауының қорытындысын шығаруға онлайн іс-шарасын өткізбекші. Биылғы конкурстық бағдарлама Абай шығармашылығы балалар көзімен деп аталды. Биылғы байқау өте жоғары деңгейде өтті деп айтуға әбден мүмкіндік бар. Себебі көрмеге қатысқан балалардың деңгейі, ұсынған суреттері, салған суреттері өте деңгейлі деп айта аламыз. Оның үстіне тақырып та өте күрделі тақырып. Ал біздің көрменің басты мақсаты осы балаларды бейнелеу өнері арқылы табиғатын, жерін, елін, туған жерінің тарихымен таныстыру, ұлттық патриотқа тәрбиелеу, сонымен қатар ұлттық құндылықтарын қастерлеу, мемлекетімізді қадірлеу, қоғамда жақсы өркениетті ұрпақ қалдыру мақсатында осындай үлкен көрме жариялап, сол көрмені өткіздік. Өкінішке орай, әрине біз балаларымызды әдемі залымызда үлкен сондай салтанат түрде марапаттау рәсімін өткіземіз деп дайындалған болатынбыз, бірақ өкінішке орай қазіргі елімізде, жерімізде болып жатқан жағдайға байланысты онлайн форматта өтетін болып отыр. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, осындай байқауға қатыса беріңіздер, балаларымызды дәріптей берейік, көрсете берейік, қабілетін аша білейік, олардың дарын жетілдіре берейік. Сондықтан біздің музейіміздің есігі әрқашан ашық. Барлығыңызға көптен көп рахмет. Байқауға қатысқан балалардың бәрі жүлделер орындарын алады. Көрмемізді көруге Шығыс Қазақстан өнер музейінің залдарына келіңіздер. Біз әрдайым сіздерді құшақ жая қарсы аламыз. Рахмет. Биылғы көрме ұлы Абай атамыздың өмірі мен шығармашылығына арналып отыр. Тақырыптың маңыздылығына қарамастан, балалар тапсырманы өте жақсы орындады. Жас суретшілер орындаған әр туынды ерекше. Абайдың портретін салуға тіпті ересек суретшілердің бәрінің де бірдей батылы бара бермейді. Ал біздің көрмемізде 28 жас суретші Абай портретін салған. Мы благодарим всех юных художников за участие в конкурсе и выражаем огромную благодарность родителям и учителям, которые помогали и поддерживали вас. Біз барлық жас қатысушыларға, олардың ата-аналарына, жетекшілеріне ерекше ықыласпен ризашылығымызды білдіріп, алғыс айтамыз. Жас шеберлер, ұшқыр қиялдан шыққан ғажайып туындыларың көп болсын. Өнер жолында қанаттарың биікке самғасын.
Выбирать и оценивать работы было сложно, так как все они радовали разнообразием жанров и смелостью в подаче образов. Дорогие участники выставки «Творчество Абая глазами детей». Компания «Касцинк» очень рада возможности поучаствовать в этом замечательном мероприятии, несмотря на тот режим, да, который сегодня у нас соблюдается в стране, режим самоизоляции, режим дистанцирования. Несмотря на все это, вы смогли сделать уникальные работы, которые смогли продемонстрировать все многообразие творчества нашего великого земляка Абая. Мы посмотрели все ваши работы, они действительно просто великолепны. Честное слово, было очень неожиданно увидеть такой замечательный уровень. И спасибо каждому из вас, вы большие-большие молодцы. Ваш талант, ваше стремление показать свои самые-самые лучшие черты, проникнуть вглубь творчества Абая, вглубь его личности, действительно вдохновляет. Желаю вам всем огромных успехов, вы большие умницы, спасибо. Компания «Касцинк» благодарит каждого из вас за то, что вы приняли участие в этом мероприятии. Добрый вечер. Я вошел в состав комиссии детского конкурса. Я член Союза художников Казахстана, дипломант 2 международных выставок. Ну, как бы это не важно. Хотел бы сказать немного о конкурсе. Замечательный конкурс. Почаще бы такие конкурсы проходили у нас в городе. Это и поддержка детям, и стимул дальше развиваться, общаться друг с другом. Работы прям некоторые очень сильные. Да у всех работы сильные, интересные. Хочу сказать спасибо педагогам, кто обучает детей. В наше время такого холодного отношения к детям. Вот. Почаще проводились бы такие конкурсы. Спасибо Музею искусств, что он поддерживает это замечательное начинание. Ну и все ребята молодцы. Саламатсыздар, мен Нұрсадық Есбол. Осы байқаудың суретшілері жас балалар мен жасөспірімдердің байқауы. Сода жюри болдым. Маған жұмыстар ұнады. Жақсы көрмеп шықты. Бірнеше живописта, графика, декоративный искусство әртүрлі бағытта Абайға тақырыбына байланысты балалар ашуға тырысты. Өздерін көрсетті деп ойлаймын. Соны әділ бағалауға тырыстық. Бағаларын қойдық. Енді әркім өз бағасын қойды. Қалай нәтижесін енді көреміз. Қалай болады. Осындай байқаулар болып тұрсын деп ойлаймыз. Тағы да пайдалы балалардың өнерінің дамуына көп үлесін тигізеді деп ойлаймын. Здравствуйте, я Лариса Мартынова, сотрудник экспозиционно-выставочного сектора музея. В этом году я была членом жюри детской выставки конкурса. Вот, и поэтому сначала хотелось бы сказать о значении этой выставки. Вот мы иногда забываем о том, что все великие художники были когда-то детьми. И вот доказано уже, что художник истинный рождается в детстве. Тем более, что 80% информации мы получаем с помощью зрительных ощущений. И вот специалисты говорят, что самое оптимальное время для обучения детей изобразительному искусству – это где-то 6-7 лет. Сейчас мне бы хотелось сказать о тематике конкурса. В этом году она была достаточно сложной. То есть ребенку приходилось переводить язык вербальный, язык словесный.
читая тексты произведения Абая, он должен был представить образы средствами изобразительного искусства. Это вот такой перевод достаточно сложная вещь. Конечно, нам было в этом году трудно получить работы достаточно хорошего уровня, и в силу объективных причин трудно было просто доставить эти работы, однако мы их получили не только из близлежащих районов, таких как Глубоковский, Уланский район, даже из далекого Тарбагатая. Но рядом со мной находятся две работы, которые мне очень нравятся. Одна из авторов, Царева Катя, это ученица Ридерской художественной школы, она изобразила иллюстрацию на знаменитое стихотворение Абая «Зима». Девочка сразу правильно тональность этого стихотворения почувствовала. Если сравнить с музыкой, это такое минорное настроение. Обычно дети любят яркие краски и изображают снег ярким, белым, синим, розовым. А здесь в силу такого настроения, что зима – это страшное время года было для чебана, девочка пользуется хроматической гаммой, серый цвет. И ей, более того, ей удалось даже передать эту летучую стихию воздух, вьюгу. Мы видим чебана, который, пригнувшись так против ветра идет. И это очень сложная работа для ребенка ее возраста. Следующая работа, которую я хотела бы представить, которая тоже мне очень нравится, в совершенно другом романтическом ключе выполнена по стихотворению Абая «Желсестунда Жарекай». Это легенда Кызы Аружан. Здесь уже романтическое, мистическое настроение. И девочка лунный свет передает, смотрите, и на одежде мы видим отблески эти, и лунная дорожка, и тени великолепные импрессионистические. Большинство взрослых художников изображают Абая так монументально, в виде человека, уже умудренного опытом, почти старцем, хотя на самом деле он до 60 лет не дожил. А наши ребята видят его юным. Хороша работа Москалюк Софья, которая называется «Весна Абая». Там мы видим Абая и его любимую девушку Тохжан. И в заключение я хотела бы сказать о значении этого конкурса для самих ребят. Ведь сейчас в детстве эти детские впечатления остаются на всю жизнь. Работая над текстами Абая, эти дети волей-неволей в душу принимают это все. И когда они вырастут, неважно, кем они станут, может быть, столеварами, может быть, врачами, может быть, рабочими на стройке, может быть, они уедут куда-то в Россию или в Англию. Образы Абая останутся с ними навсегда, а значит, наши дети навсегда будут патриотами своей Родины. И это еще важнейшее значение нашей выставки. В завершение хотелось бы сказать пожелания для будущих конкурсантов. Дорогие учителя, мы очень оценили вашу работу в этом году. Были разные трудности. Однако нам не нравится то, что некоторые педагоги не то что невнимательно, совершенно не читают положение конкурса. Было просто обидно за детей. Дело в том, что мы не приняли даже на выставку две работы, очень выполненные в техническом отношении на высоком уровне. Конкурс-то наш творческий, а это значит, что ни в коем случае, это написано в положении, работа ребенка не должна быть копией. Тем более, что нам принесли копии работ таких известных авторов, как Галым Каржасов, Абылхан Костеев. Поэтому пусть деточки не обижаются, а на следующий год приносят творческие работы. А мы принимаем буквально все. Даже работы, как за моей спиной, не совсем правильно оформленные. Мы приняли даже те работы, где образ Абая трактуется, скажем так, спорным образом. Все эти работы висят на выставке, и все они получат свою награду. Енді сайыстың нәтижесінің қорытындысына кезек берейік. Алдымен біз ынталандыру сыйлығы мен сертификатқа ие болған қатысушылардың есімдерін жариялаймыз. Поощрительные призы и сертификаты в номинации «Живопись, пейзаж, земля Абая» вручаются Царевой Екатерине, 12 лет, город Ридер, за работу «Зима». Батылхан Бисара, 14 жас, Жарма ауданы, Сұлусары ауылы, Жидебай туындысы үшін. Поощрительные призы в номинации «Живопись», «Сюжетная картина», «Иллюстрация произведения Абая» получают Силина Дарья, 14 лет, город Ридер, за работу «Песни Абая». Ергалиева Ақмарал, 13 жас, Ридер қаласы,
Абай әндері туындысы үшін. Болатов Шандос, 14 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Онегиннің Татьянаға жазған хаты туындысы үшін. Меркулева Виктория, 15 лет, город Ридер, за работу грани таланта. Дүскенова Аружан, 14 жас. Өскемен қаласы. Абайдың портреті туындысы үшін. Дополнительные поощрительные призы в номинации «Графика» получают Кадорина Полина, 10 лет, город Ридер, за работу красавица. Абдукаримова Алина, 16 жас. Глубокий ауданы, Глубокий ауылы. Ұлы ақын туындысы үшін. Сәнді қолданбалы өнер номинациясы бойынша ынталандыру сыйлықтары келесі қатысушыларға табысталады. Төлеуханова Әсем, 16 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Зере әжемнің хикеметтері туындысы үшін. Евдокина Авелина, 14 лет, город Ридер, за работу «Зима». Кескіндеме бойынша бала жас абай портреті номинациясындағы ынталандыру сыйлығы келесі қатысушыларға беріледі. Қазылар алқасы мүшелерінің шешімі бойынша байқаудың ережесінде көрсетілген портрет номинациясының кескіндеме үшін ынталандыру сыйлығы сәндік қолданбалы өнері үшін Дастан Сұлубайға тапсырылады. Дастан Сұлубай, 12 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Абай туындысы үшін. Дипломом 3-й степени конкурса и подарками награждаются в номинации «Живопись, пейзаж, земля Абая» Кисамгалеева Алима, 15 лет, город Усть-Каменогорск, за работу «Күз». Кескіндеме. Бала жас абай портреті номинациясы бойынша марапатталады. Рахимова Арайлым, 15 жас. Өскемен қаласы. Зере әжемнің әңгімелері туындысы үшін. В номинации «Живопись. Сюжетная картина. Иллюстрация произведений Абая» награждается Рябикова Арина, 12 лет, город Ридер, за работу «Искандыр справедливый». Төлеуханова Әсем, 16 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Абай портреті туындысы үшін. В номинации «Декоративно-прикладное искусство» награждается Ларионова Вероника, 15 лет, город Ридер, за работу «Лето». Арынқұл Әсем, 13 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Жас уақытта көңіл гүл туындысы үшін. Кескіндеме. Бала жас абай портреті номинациясы бойынша марапатталады. Нұржан қызы Інжу, 10 жас. Өскемен қаласы. Желсіз түнде жарағай жұмыс үшін. Тулеген кызы Аружан, 15 лет, город Усть-Каменогорск, за работу «Тихой ночью свет луны». Кескіндеме. Бала жас абай портреті номинациясы бойынша марапатталады. Тұрғанбаева Айгерім, 15 жас. Өскемен қаласы. Жас абай анасымен суреті үшін. Және Тоқтарбекова Аружан, 15 жас. Өскемен қаласы, Абай ауылында жұмысы үшін. В номинации «Живопись. Сюжетная картина. Иллюстрация произведения Абая» награждается Гаврилова Марина, 14 лет, город Ридер, за работу «Весна». Графика номинациясы бойынша Сержанов Еламан, 12 жас. Өскемен қаласы. Шоқпардай кекілі бар туындысы үшін марапатталады. В номинации «Скульптура» «Бала жас Абай» награждается Мухаммедхан Мирас, 14 лет, Жарминский район, село Сулусары, за работу Мухтар Ауэзов. Сәнді қолданбалы өнер номинациясы бойынша марапатталады. Темірхан Салтанат, 14 жас. Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Домбыраға қол соқпа туындысы үшін. Дипломом 1-й степени и сотовым телефоном награждаются участники в номинации «Живопись, пейзаж, земля Абая» Ларионова Вероника, 15 лет, город Ридер, за работу «Лето». Портрет «Бала жас абай» кескіндемесі
номинациясы бойынша марапатталады. Тоқымбай Разия, 15 жас, Өскемен қаласы. Желсіз түнде жарығай туындысы үшін. Сюжеттік картина. Абай шығармашылығына иллюстрация кескіндеме номинациясы үшін марапатталады. Макижанова Айғаным, 15 жас, Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы. Ғашықтың тілі, тілсіз тіл туындысы үшін. В номинации «Графика» дипломом первой степени награждается Козел Юлия, 15 лет, город Риддер, за картину «За работой». Бала Жасабай мүсін номинациясы бойынша марапатталады. Жеңісбек Сұлубай, 16 жас, Жарма ауданы Сұлусары ауылы. Бала Мұхтар мен Абай туындысы үшін. Сәндік қолданбалы өнер номинациясында бірінші дәрежелі дипломмен марапатталады. Бауыржан қызы Іңкәр, 13 жас, Ұлан ауданы Мамай Батыр ауылы. Көзімнің қарасы туындысы үшін. Байқаудың гран-при жүлдесін және бағалы сыйлығын планшетті Ақжар ауылынан келген Мұратова Әйгерімге қара шаңырақ туындысы үшін табысталады. Құттықтаймыз. Мұратова Әйгерім, 14 жас, қара шаңырақ туындысы. Мы еще раз поздравляем призеров конкурса с победой и выражаем особую признательность преподавателям за труд в формировании творческой личности, раскрытии индивидуальности юных художников. И то, что они участвуют в таких конкурсах и получают призовые места, конечно же, ваша заслуга. Преподаватели победителей отмечены благодарственным письмом и сувениром. Биылғы жылы біздің демеушілеріміздің арқасында барлық қатысушыларымызды, тіпті орын алмаған қатысушыларымызды сый-сияпатпен марапаттауға мүмкіндік туды. Детское творчество всегда искренне и трогательно, и подчас наполнено большей мудростью, смелостью и честностью, чем профессиональное искусство взрослых. Мы надеемся, что детские конкурсы останутся доброй традицией в музейной работе. Біздің жеңімпаздарымыздан атақты суретшілер, сәулетшілер, дизайнерлер шығатынына біз сенеміз. Уважаемые конкурсанты, преподаватели и родители, дипломы, подарки, сертификаты можно будет забрать в Музее искусств с 29 июня по 10 июля 2020 года в рабочие дни с 10 до 13 часов. При себе иметь удостоверение личности, маску и перчатки. Құрметті қатысушылар, мұғалімдер мен ата-аналар, дипломдар, сыйлықтар мен сертификаттарды 2020 жылдың 29 маусымынан 10 шілдеге дейін жұмыс күндері сағат 10-нан 1-ге дейін өнер музейінен алып кетулеріңізге болады. Өзіңізбен бірге жеке куәлік, маска, қолғап болуы қажет. Барлық байқау жеңімпаздарын тағы да құттықтаймыз. Сіздерге денсаулық пен шығармашылық табыстар тілейміз.